Сәлем достар, бүгін сіздермен өте ерекше дәмді синабондарды дайындайтын боламыз. Бізге керегі 500 мг жылы сүт және 100 г сливочный масло ерітіп құямыз. 200 г су, 1 жұмыртқа, 1 қасық дрож, 100 г шекер керек. Шым-шым тұз саламыз. Жақсылап араластырып, ақырындап ұн салып, өте жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Қамырымызды иілеп, жылы жерге 1,5 сағатқа қойып қоямыз. Біздің қамырымыз дайын болды. Осылай қатты жұқа етпей жайып аламыз қамырымызды. Кейін үстіне шекермен корицаны араластырып, жайылып тұрған қамырдың үстіне сеуіп шығамыз. Бір келкі қылып сеуіп шыққаннан кейін, осылай синабондарымызды қолмен орайтын боламыз. Оралған синабондарымызды бірдей мөлшерде барлығын кесіп шығамыз. Барлығын бірдей өлшемде кесіп шыққаннан кейін формаға қойып, бетін шүберекпен жауып, 20 минут көтерілгенше күтеміз. Пешімізді 10-15 минут бұрын қыздырып қоямыз. Қызып тұрған пешке көтеріліп, дайын тұрған синабондарымызды салып, 180 градуста 30-40 минут аралығында пісіреміз. Біздің әдемі синабондарымыз дайын болды. Бетіне қалаған кремдеріңізді жағып, дастарханға ұсынсаңыз болады. Өте ерекше дәмді, сіздерге ас болсын. Міндетті түрде жасап көріңіз.